Бауырым, жолыңыз болмай жүр ме? Қиналып кеттіңіз бе? Мұқият қараңыз. Ой, жолым болмай кетті, анау болды, мынау болды дейтін кісілерге айтарымыз, адам өзінің жолын өзі жабады, өзінің жолын өзі ашады. Қалай? Алла Тағала Құранда айтады аятта: сендердің бастарыңа келген сынақтарың, яғни қиыншылықтарың, мына қол екі істегендеріңнің қателіктерінің себебінен дейді. Сендердің бастарыңа келген сынақтарың, яғни қиыншылықтарың, мына қол екі істегендеріңнің қателіктерінің себебінен дейді. Түсіндіңіз бе? Енді не істейсіз? Күнәмізді тастап, керісінше сауапты іспен көп шұғылданып бастаған кезде, ойламаған жерден Алла Тағала біздерге өзінің ырзық несібесін молайтып, болмайтын жұмыстарымыз болып кетіп, сондай бір жағдайлар кездесіп жатады. Сіздің де қалағаныңыз осы емес пе? Сондай кезде Алланың, Құдайдың қасиетті үйіне кіріп, көп дұға сұрайық, жолымыздың ашылуын сұрайық. Біз Аллаға шын 100% толық яқинмен барлық нәрсе Алладан ғана болады деп сенген кезде, сенім солай орныққан кезде, Алла Тағала біздің осы ниетімізге, осы ықыласымызға қарай сұрағанымызды береді. Ендеше Аллаға құлшылық қылыңыз. Қиыншылықтан құтылыңыз.